Барлығыңызға сәлем. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз пропорция. Пропорция дегеніміз белгілі бір сандардың қатынасының теңдігі. Мысалы, А-ның Б-ға қатынасы тең С-ның Д-ға қатынасы. Бұны біз сандық мәнде мысал келтіретін болсақ, мысалы 2-ның 4-ке қатынасы тең болады 30-ның 15-ке қатынасындай. Яғни екеуінің де мәндері былайша айтқанда тең. Бұл қатынастың теңдігін дәлелдеу үшін шеткі мен шеткі ортаңның ортақ мүшелерін көбейтеміз. 2-ге 30-ды көбейткендегі мән тең болады 4-тің 15-ке көбейткендегі мәнге. Яғни 60 тең 60. Пропорция дегеніміз осы, яғни екі қатынастың теңдігі. Ал енді осы пропорцияға мысал қарастырсақ, 28 килограммнан 5,6 килограмм крахмал алады екен да. Ал осыдан енді крахмал жетпей қалған ба білмеймін ғой, енді картопты көбірек алыпты да, 35 килограмм. Содан қанша килограмм крахмал шығатынын білмейді екен. Енді оны біз өзіміз есептеп бермесек, 28-ның 35-ке қатынасы тең 5,6-ның x-ке қатынасына. Енді бұл жерде шет мен шетін көбейтеміз. 28-ді x көбейтсек 28 2 шығады. 5,6 мен 35-ті көбейтсеңіздер 196 шығады. Енді мұнда көбейтіп болып тұрғаннан кейін мұн жаққа бөлуге өтеді. 196 бөлінген 28 тең болады 7. Сонда 35 килограммнан 7 килограмм крахмал дайындауға болады екен. Ал енді келесі мысалымыз біз тракторист жайлы екен. Тракторшы 76% жыртқан кезде 6 гектар жер жыртылмай қапты. Шаршап қалған ба, короче, ар жағында 24% қалып қойған ғой. Сонда бізде барлығы 100% болады. Ондан 76%-ді азайтып тастаймыз. Бұл кезде 24% шығады. Бұл 24% дегеніміз жаңа айтқанымыздай 6 гектар жер. Енді осының бізге табу керек тракторшының барлық жыртуға тиіс жерін. Ол бізде 100% болады. Енді осының бізге табу керек тракторшының барлық жыртуға тиіс жерін. Ол бізде 100% болады. Енді 100-ден 24 тең x-тен 6. Енді кішкене бәріміз ыңғайлы түсейік. 24x тең 600 болады. X тең 600-ді 24-ке бөлсек 25 шығады. Сонда біздің жалқау тракторшымыздың барлық жыртқан жері 25 болу керек. Ал енді біздің соңғы мысалымыз салт адамдар жайлы екен. Біреуінің жылдамдығы көп, біреуінікі аз екен. Яғни біріншісінің екіншісіне қатынасы жылдамдықтарының 5-2 бөлінген 20-да 7 екен. Енді осыны қарапайым түрге келтіріп алу үшін осы бөлімді орындап алайық біз. 5-2 көбейту болады да, орындары ауысып түседі екінші мәнге. Сонда 20 мен 5 қысқарады, мұнда 4 қалады. Бізде шығады 7-тен 8. Енді бізде осы 7-тен 8-дің 7-ге қатынасы тең. Бізде аттылардың жылдамдығы берілмеген. Яғни тек біріншісінікі екіншісіне қарағанда 1,5 км/сағатқа артық екен. Демек, x плюс 1,5 болады. Бірінші аттымыз, екінші салт аттымыз жай ғана x болады. Сонда шеткі шетін көбейтсек 8x тең 7x болады. Оны көбейтсек, плюс 7-ге 1,5-ді көбейтсек 10,5 шығады. Сонда x-ны жаққа минус болып өтеді, 7x-іңіз тең 10,5. Содан x-іміз 10,5 болады. Бізде сұрап тұрғаны бірінші салт атты адамның жылдамдығы. Ол x плюс 1,5 ол бізде. Сонда 10,5-ке қосамыз 1,5 тең 12 болады. Сонымен бітті пропорциямыз осы, ең қарапайым есептер. Тыңдағандарыңызға рахмет, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар және каналға жазылуды ұмытпаңыздар.